Міне қаншама майы шыққан. Тоқшегіміз пісті, сиырдың тоқшегі. Әне уже қызарып неғыпты. Майы бәрі шығып жатыр. Мә, керемет. Колбаса мынау, керемет. Керемет пе? Шұжық. Жаңа шұжық. Не қараңыз. Біз мінекей тоқшегім жуып алдық. Енді бұны мінекей бүгін біз тоқшекті қуырамыз. Мынау сиырдың тоқшегі, тоқшек дейді, кейде қима дейді. Мына артық майларын кесіп аламыз. Тағы ар жағын тағы жуамыз. Жудық бірнеше рет. Енді айналдырып тоқшек қуырамыз. Мына тоқшегіміз, тоқшектің майы мынау. Тоқшек, сиырдың тоқшегі. Тоқшек дейді, кей жерде тоқшек дейді. Қима дейді, бұны кәдімгі табаққа салады. Не қылғанда мінекей, енді үлкен майлар айналдырылмайды. Үлкен майларын кесіп алып тастаймыз. Шетінен кесіп. Айналдырылуға келмейді бұл. Кәдім қаз сияқты. Сол майын сыртын аламыз кішкене. Майын кесіп алу керек. Сиырдың тоқшегі. Семіз екен. Ананы салып беру керек. Жарайды, айналдырып. Кесіп жүреміз. Қазір тағы Ну, алайын ба кішкене мына жерін? Алса ал. Бұлай бетіп барып алу керек. Байқа, ана кесіп кетеді екен. Жарайды, енді айналдырған болса, тағы да көреміз. Мен артық майларын бәрін неғдық, енді тағы да жуамыз. Мама, өлесіз ба? Міне шегіміз холодильникте 4 сағаттай тұрды мұзбенен. Мұз салып қойдық кеше, көрсеттік қой. Аймана көрсеттік. Тағы да жуып аламыз бір рет қып. Қандай тамаша болған, аппақ. Мына нелердің бәрі төгіліп полностью кеткен. Ешқандай несі жоқ, тап-таза. Бұл енді бүкіл нелерін кетіреді мұз. Мына ненің шектің дәмін бәрін не қылмайтын нелерінің бәрін кетіреді. Міне мынаны енді тағы да мұздан тағы да жуып аламыз, әдемілеп тұрып. Жұмсартады деп. Мінекей жуып алдық шекті. Енді бұның үстіне алма менен кивиді қосамыз. Әрі дәм береді, әрі жұмсартады. Киви жұмсартады. Бір киви турап қосамыз қазір. Пышағы кейін жоқсы бұл. Алманы турадық, енді кивиді тураймыз. Жұмсартады, дәм береді әдемі. Сосын оны бәрін өткіземіз. Өткізіштен. Мынаның ішіне кішкене су құямыз. Сосын тағы да не қыламыз. Жүргізіп аламыз. Су құйып.
міне болды. Әнекей сұп-сұйық болды. Қазір осының бәрін мынаған қосамыз. Шектің ішіне қосамыз осының бәрін. Сонда дәм береді. Жұмсартады. Киви жұмсартады ғой сразу. Жетеді сол. Екінші қап қойсылы. Мұнаны енді салқын жерге 1-2 сағатта қоямыз. 1-2 сағаттай тұрады бұл. Ана нелердің бәрі сіңіп. Алмалы әдем болды. Енді 1-2 сағатқа қоямыз. Ал енді етіміз турап аламыз. Шақып тураймыз. Кәдімгі сияқты. Майы бар, шектің өзінің майы бар. Болған жоқпыз ғой. Етті тұздамаймыз, өзі тұздалған ет, жылқының тұздалған еті. Мінекей сарымсақ саламыз. Сосын тағы басқа дәмдеушілердің бәрін саламыз. Қазір мынау сарымсағы. Әне пешіміз жанып жатыр. Түтіннің иісі дегені керемет. Кәдімгі ысталған нәрсе сияқты керемет жанып жатыр. Қазір пешке осылардың бәрін пешке пісіреміз. Қандай пештің иісі дегені керемет. Қара бұрыш саламыз ішіне. Қасың бар ма? Енді бәрін араластырамыз. Міне шегіміз дайын, 2 сағаттай тұрды. Мынау киви салдық, жаңа көрсеттік, киви салдық, алма салдық. Енді соның бәрін қазір бұны түгел жуып аламыз. Нелерін, кивилер, нелер бәрі кету керек. Сосын барып пісіруге қоямыз пешке. Кивиде біраз 2 сағаттай кивиде тұрды. Бұл енді жұмсарады. Сыртының мына нелері түгел кетеді, иісі кетеді. Сондай әдем болады. Сол үшін енді қазір бұлар кивидің бәрін, алманың бәрін жуып тастаймыз. Сыртын қазір Света түгел жуып тастайды. Сосын барып пісіруге қоямыз. Тұздаймыз. Міне етіміз дайын тұрды. Тұз сіңіп бәрі специялар. Енді мына шектің ішіне саламыз. Саламыз. Міне бір өксір. Не сала береді? Сен сал. Ыңғайсақ. Сол жақ неге жақпыз. Міне ет саламыз, сосын чеснок салып отырамыз. Ет саламыз, сосын чеснок саламыз. Сарымсақ саламыз. Сарымсақ саламыз. Бір ет салғаннан кейін чеснок салып отырамыз. Шұжық сияқты болады ғой. Бұны да көп салмаймыз. Көп салмаймыз, мінекей тығыз болмау керек, жарылып кетеді. Шамалы несін салдық. Несіне? Етін салып отырамыз да, сосын сарымсағын салып қосып отырдық. Екеуін істедік. Ұстамыз. Майы керемет. Етті салып алып, сосын сарымсақты саламыз. Етпенен сарымсақты салып, сосын аузын зубочисткамен не қылып, шұжық сияқты мінекей. Өте көп салмаймыз, шамалап. Ішінде өзінің майы жетеді, майы көп. Шектің өзінің майы бар. Болды да? Жағынан шамасы.
Sarımsaқты қосып отырамыз. Ет саламыз да, сосын бір sarımsақтан салып отырамыз. Мынау шектің ішіне, мына жаңа сиырдың шегін бәрін жуып алдық. Несінен, алмасынан, кивиден бәрінен жуып алдық. Енді етті салдық. Етті салып отырамыз да, сосын үстіне sarımsaқты салып отырамыз. Мынау кәдімгі шұжық сияқты болып жатыр. Өте тамаша болуға тиісті, дәмді. Салып болдық, мінекей еттің бәрін салдық. Мінекей мынаның арасына чеснок салып жатырмыз. Ауыздың бәрін май ішінде не қылсын деп зубочисткамен сыртын. Мына жерден зубочистка. Шегіміздің ішіне бәрін етін салып алдық. Тұздадық бәрін етіп. Енді мына тапаға саламыз. Тапаны жудық. Тапаны жудық, әдемілеп тұрып. Енді осылай сиса жер, сиса жер. Ана үлкен сал. Бәрін салдық. Енді пешке қоямыз. Тапамен үстіне жабамыз. Сосын ана пешке қоямыз. Сағат неше? Сағат тұру керек. Қазір көрейік. 40 минуттай тұрды, көреміз. Ауыз ашылды. Ух ты. Тесу керек ана пирож, шұжық сияқты бұл енді. Міне қаншама майы шыққан. Ойбай, ане, ойбай. Тесіп едік. Бері. Ойбай. Вилкамен, аха. Сөйте сал и. Міне шегіміз 40 минуттай пісті. Әне уже қызарып неғыпты. Майы бәрі шығып жатыр. 40 минуттай аудардық. Екінші жағын. Енді тағы да қоямыз. Пісу керек. Тағы да қоямыз. 40 минуттай тұрды. Енді тағы 1 сағаттай қоямыз. 1 сағаттай olur. Әрі кетсе 1 сағат, 1,5 сағат, 2 сағатта піседі. Міне тоқ шегіміз пісті. Сиырдың тоқ шегі ішіне ет салып не алған. Енді қазір көреміз. 2,5 сағатта пісті. Қақпағымыз. Қайнап жатыр әлі. Сөйтіп мынаны кішкене бір вилка или қасық или пышақ. Уже пісті. Керемет. Тамаша. Керемет топты. Якілі бар. Бұл жаңағы нелер ме? Кесіп алғандарың. Мынау кесіп алған. Қасында. Алпыстай. Қалбаса мынау керемет. Керемет болған. Ал көрейік енді. Дәмі қандай болды екен. Шұжық қой бұл енді. Керемет ме? Шұжық. Жаңағы қандай шұжық. Міне мыналарымызды кесіп алдық. Мына кеспегендері мына жерге қойдық. Уже тамаша. Кәдімгі настоящий шұжық болыпты. Шұжық. Керемет дәмі де. Сүрілген сияқты. Сүрілген копченый. Ұсталған ет сияқты тамаша болыпты. Өте дәмді, тамаша. Күшті.
сиырдың ішегінің ішіне жылқының етін салдық. Мінекей шұжық болды. Бұның бәрін біз пешке пісірдік. Ішіндегі майы бәрі Не қараңызшы. маринадтап бәрін етіп салдық. Мұзға салдық. Ішегі деген керемет жұмсақ болған. Мынау енді тұтас не қылғандарымыз. Мінекей керемет. Бұл да кәдімгі сосиска сияқты. Шұжықтың бір жіңішкелері болды, сол сияқты. Колбаса. Мынау тіпті үлкен несі. Үлкен жуан жағы. Бұны ненің сиырдың былайша қарағанда тоқшек қой. Тоқшек демейді, бұны қима дейді. Мысалы, жылқыда қазы болса, мынау сиырдың қазысы деп айтады. Ішіндегі майы айналдырмады ғой. Сол қазы деп бұны кәдімгі табаққа салады. Мүшелеп салады. Бұл да бір мүшеге не қылады. Бұл жай ішек емес, бұны қима дейді. Қимасын салады, жаңағы омыртқасын, белдемесін бәрін, жамбасын бәрін салады. Сосын біз қазы саламыз, мысалы жылқы сойғанда қазы саламыз. Қазының орнына мынандай ішіндегі майыменен кәдімгі қазының несіне, бұл енді сиырдың қазысы былайша есептегенде. Солай баяғыда осылай сиыр сойғанда осылай сиырдың осы ішегін салып атады. Бір мүше болды. Жылқының қазысы болса, бұны кейбір біреулер айтады, бір жерге сиыр сойған ғой. Соны айтады, керемет сиыр ет әкелді, бірге шек салды оның ішіне дейді. Ол шек неменеге салған, мен бірінші көргенде бір адам айтты. Сосын мен білмейді екен, сосын мен айттым, ол шек емес, ол қима ғой өзі. Ненің жылқыда қазы салады, қазының орнына бұл қимасы. Оны шек демейді, қима дейді. Шымай ғой, көрдің қаншама май. Біз қаншама майын кесіп алып тастадық, айналдырмай. Кесіп алып тастадық, оны кеспейді. Прям ішіне бетіп кәдімгі тұрып тығады. Ішіне тығып, сосын барып пісіреді. Піскен кезде өзінің ішінде шыққан май шығады, шықпағаны. Сол ішінде болады да. Қарта сияқты, не сияқты береді. Бұл бір де мүше. Біздің каналға жазылыңыздар, осылай неше түрлі тағамдарды көрсетіп, міне шекті көрсеттік сіздерге. Шекті де осылай бір тағам қылып істеуге болады екен. Біз енді құр не қылмайық деп, ішіне ет салдық өзіміз. Ет салып, кішкене кәдімгі дәмдірек болсын, не қылсын деп. Ал ана қойдың шегін өткенде қуырып істедік қой, әдемі болды. Жақсы болды. Осылай істеуге болады. Любой тамақты істеуге болады. Желание болу керек. Рахмет қарағандарыңызға. Біздің каналға жазылыңыздар. Қарап отырыңыздар. Біз риза боламыз. Бөлісіңіздер таныстарыңызбен, туыстарыңызбен, құдаларыңызбен. Менің замандастарым, жазылыңыздар, қараңыздар. Менің істеп жатқанымды, менің замандастарымның бәрі біледі. Жастар ғой білмейтін, ал біздің қатардың бәрі біледі ғой бұның бәрін. Жалғыз мен істеп жатқан жоқ, бүкіл үлкен кісілердің бәрі біледі. Қазақтардың бәрі біледі. Жастар енді біле қоймайды, жастарға сол үшін көрсетіп жатырмыз. Көрсін, не қылсын деп. Рахмет қарағандарыңызға. Бақытты болыңдар балалар.